Сәлеметсіздер ме, қыздар, жігіттер? Қазір мен сіздерге Samsung телефоннан артық видеоларды қалай кетіруге болатынын көрсетемін. Мына жерде мои файлы деген тұр, соған кіресіз. Ол енді әрбір телефонның өзінің несіне байланысты ғой, маркасына. Менде мына мои файлы деп тұр, сондай папканы тауып аласыз, сосын ішіне кіресіз. Сосын мына жерде мына память устройства деген менде көріп тұрсыз, мына 3151 менде де азғантай орын қалыпты. Сол память устройствоға кіресіз. Так, сосын ішінде мына Telegram бар, WhatsApp деген бар. Мына WhatsApp негізі көп орын алады. Сол WhatsAppқа кіресіз. Сосын жерде медиа деген тұр. Медиаға кіресіз. Сосын жерде мына WhatsApp видео деген тұр. Міне WhatsApp видео деген тұр. Міне осыған кіресіз. Так, сосын бұның ішінде міне привати деген тұр. Сол приватиге кіресіз. Сосын міне осының ішінен міне артық видеоны белгілейсіз де, мысалы мына қазір мынаны қарайын, маған керек па, керек емес па. Видеоролик, где можно взять еще людей. То есть, если... Так, ол керек маған. Так, мынау керек емес сияқты. Мына осы керек емес, осыны белгілейсіз де, сосын мына жерде мына удалить деген тұр, міне удалить. Соны басасыз да удалить етесіз, міне переместить один файл в корзину дейді. Так, соны удалить етесіз, міне осылай керек еместерді удалить етесіз. Сосын содан кейін мына жерде қайтып келесіз де. Так, қайтып келесіз де. Мына жерде Telegram деген тұр. Осы Telegramда да видеолар болады. Осы Telegramның ішінен де артық видеоны кетіресіз. Так, мен мыналарды кетірем. Менде бұлар бар. Сондықтан мен оларды кетіріп тастаймын. Так, міне в корзину. Осылай. Так, сосын мына жерде мына жерде мынаны басасыз да, мына осындай болып шығады. Міне осылай. Ол жаңа корзинаға жібергенмен, ол бәрі ол телефоннан, кейбір телефоннан кетпейді. Жаңа корзинаға барады да, сол жерден орын алып тұрады. Мына жерде кішкене, так, мына жоғары көтересіз, міне. Я, соны мына жерде мына анализ хранилище деген тұр. Соны басасыз. Так, міне корзинада көріп тұрсыз ба, міне корзинада жаңа кетірген файлдар тұр. Сол корзинаны басып қаласыз. Сосын жоғарыда мына жерде нені басып қаласыз, бәрін белгілеу үшін жоғарыдағы міне выберите элементы деген тұр ғой, соның қасындағы кружочекті басасыз да, сонда міне бәрі белгіленеді. Сосын удалить дейсіз. Міне сонда осылар бәрі телефоннан кетеді. Міне осылай кетіресіз.